Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін кеспенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецептпен көже жасауға болады, немесе жекелей пісіріп, үстіне подлив жасауға да болады. Талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын, каналыма тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жасап көретін болсаңыздар, кеспелеріңіз езілмей піседі. Қажетті заттардың мөлшері описанияда жазылады. Жалпы кеспенің қамырын тек жұмыртқа үйлесеңіздер де өте жақсы. Мен 3 жұмыртқа және де осындай аздаған мөлшерде тұзды сумен илейтін боламын. Кеспемізді барынша қатты қылып илейміз, сол кезде жақсы жайылып, жақсы кесіледі. Ал пісірген кезде езілмейтін болады. Бетін осы ыдыспен жауып немесе салафанмен жауып қойсаңыздар болады. Барынша 3-4 рет басып тындырамыз. Бетін осы тегешпен немесе салафанмен жауыпты ұмытпаңыздар. Міне біздің жаймамыз тынды, біркелкі болып жайылады. Қолымызбен басып көргенде осындай қатты қамырымыз жұмсақ болып және де біркелкі болып басылуы керек. Онда молынан сеуіп отырып, кеспемізді жаятын боламыз. Бірінші жұдырықтың көмегімен осылай айналдыра отырып басып шығыңыздар. Бір шама көлемге үлкейгеннен кейін үстіне тағы да ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаймамызды жаямыз. Біздің қамырымыз қатты иленгендіктен ұнды молырақ сеуіп, екі жақ шетін бүгіп, осылай оқтаудың көмегімен жайсаңыздар, оңай әрі тез жайылады. Және де бір ескеретіні, бұл жерде жайманы ұстамаймыз. Тек оқтауды ғана ұстап отырып жаямыз. Сол кезде жұқа қалың болмай біркелкі болып жайылады. Неке осылай бірнеше рет айналдырып шыққаннан кейін тегістеу үшін оқтаудың көмегімен тағы да айналдыра жайып шығамыз. Мінеке біздің қамырымыз дайын, осылай дөп-дөңгелек болып жайылып шықты. Енді үстіне молынан ұн сеуіп, оқтауымызға ораймыз. Бұл кесу үшін, егер де ұзын болған қаласаңыздар, оқтауға орамай шетінен қамырымызды орап кесе бересіздер. Ал мен кеспенің өте ұзын болған қаламағандықтан, осылай оқтауға ақырындап орап алып, пышақтың көмегімен ортасынан бөлемін. Ортасынан пышақпен екіге бөліп, екі қамырдан орап шығамын. Барлығы 6 бөлік шықты. Мінеке менде осындай 6 бөлік шықты. Енді осыны тақтайдың үстіне қойып кесе бастаймын. Бұл жерде ең маңыздысы жаймамыз жабыспау керек. Ортасында ұнның көп болуы және де пышақтың өткірлігі. Егер де ұн көп және пышағыңыз өткір болса, жаймаңыз жақсы кесіледі. Кеспе біркелкі болып шығады. Кесіп алғаннан кейін осылай арасын саусақтарымызбен ашып шығамыз. Мінеке біздің кеспеміз дайын. Бұны көжеге немесе жекелей суға пісіріп алып, үстіне подлив құйып жасасаңыздар болады. Осылай жасасаңыздар езілмей піседі. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.